Пилит тастаймын. Сіз қиын ғой, өзіңіздің қалай айтамын мен? Қарындастарыңыз ба? Мен бұрынғы ауылым өртеніп кеткен. Арма ағайын, бұл Призма Вайб подкаст арнасы. Қош келдіңіздер. Жекеменшік мектептің вайбы қандай? Арнамызда білім мен тәрбие, оқушылар өмірі, дамуы мен қиындықтары, сол секілді әртүрлі мәселелер қозғалатын болады. Жүректен жүрекке жетіп жатса, лүпіл басып, бізбен дос болам десеңіздер, тіркеліп, саусақтарыңыз қышып отырса, комментарий жазып қойсаңыздар болады. Ал бүгінгі алғашқы подкастымыздың қонақтары, яғни ол бірінші сынып оқушысы Ғалия. Екінші қонағымыз ол екінші сынып оқушысы Тәңірберген. Бүгін осы екі балаларымыздан қызықты сұхбат алатын боламыз. Алайға кеттік. Ал, ендігі алғашқы сұрақтарымыз: адамды білгің келсе, жалғыз қалдыр дейді. Үйде жалғыз қалған кезде сіздер немен айналысасыздар? Мен өз бөлмеме барып, қайсымен клеймен біріңе сасаймын. Мен үйімде пилит састаймын. Пилит састайсыз? Иә, пилит састаймын. Тағы не істейсіздер үйде жалғыз қалған кезде? Мен кішкене... Бір біртіне. Апайма айтайын. Мен үйімде ұйықтап жатқан кезде, ұйқымнан оянамын да үй жинаймын. Ой, жарайсың. Сен? Мен ұйқыдан тұрған кезінде үй сасылса, жинап қайтадан ұйықтаймын. Жарайсыңдар. Үйдің бір көмекшісі екен, балаларымыз. Әрине. Енді екінші сұрағымыз: ата-анаға құрмет, сыйлау балаға міндет демекші. Ата-аналарыңызбен қарым-қатынастарыңыз қандай? Ғалия. Мен анам ұйықтап жатқанда ақырын тұрып, үй жинап қоямын. Мен ұйқымнан... Сосын диванды кір болып тұрса сүртіп қоямын. Ой, жарайсың. Мен атам машинасы кір болып тұрса, шлангын аламын да сонымен жуамын. Ой, жарайсыңдар. Қандай кішкентай балапандар өздерінің ата-аналарына кішкене өтсерек. Ол кеппей қалса суы, мен сүртем трәппімен. Ай, бәрекелді. Жарайсыңдар. Келесі сұрағымыз: өмірде немен айналысқанды ұнатасыңдар? Қазір асықпаңдар. Мысалы, сурет салу, би билеу, ән айту, спорт дегендей, өлең шығару. Ағай, мен бокстасам, күреске барам. Мен аспаз болғым келеді. Аспаз, өлең шығарасыз ба сіз, Ғалия? Шығарасыз ғой. Айтпаңызшы бір өлеңіңізді. Ұялмаңыз. Біз сапала барамыз, Қандай? Ұстаз туралы өлең айтыңдаршы. Кішкене бір шумақ. Ояғанда ма? Ояғанда түнде зобатап, асық беріп өсерген, басқа маматайды қонатып, асауымды кестерген, анасым қартаймнан саған аман, көрмесем бір күн сені салынамын, анасым қартаймнан тавынамын. Ай, жарайсың. Шабыл құрып қойып екенсі. Ай, бәрекелді. Келесі кезекте енді мектептегі мәселелерді талқыласақ. Мектепте мұғалімдер мен оқушылар арасында қарым-қатынаста қандай қиындықтар болады сіздерде? Тәңірберген, сізде қандай қиындықтар болады? Мен бұрынғы ауылым өртеніп кеткен, сол ажарына келіп, сумен жашқан. Жоқ, мектепте қандай қиындықтар болады сіздерде, оқушылармен? Маған есеп бергенде қиын. Есеп бергенде қиын болады. Сізге Ғалия, мектепте қандай сәттер қиын болады сізге? Ешқайсы қиын емес. Қиын емес, бәрі оңай, Иә. Ой, жарайсың. Маған қиын болады. Елестетіп көрейік. Бір күні мектептің директор болсаңыздар, мектепте не істер едіңіздер және нені дамытар едіңіздер? Мен директор. Мен директор болсам, балаларға ұрсам. Не үшін ұрсам? Өйткені балалардың барлығы туалетке кіріп, үш-үштен кіреді да, туалетті сындырып кетуі мүмкін. Сол кезде ұрсып қоясың ба? Ай, жарайсың. Сенші? Мен босық барарады көзім, ұрсып тастайтын едім. Ұрсып ба? Тағы не істер едіңдер? Ұрысқаннан басқа.
Басқаны барысқа. Апайына айтар едім, и мамасына звондайтын едім. Сен ше, Ғали? Мен де. Жарайсыңдар балалар. Адамды танығың келсе досын көр дейді. Жалпы өмірде достарың бар ма? Бар. Достықты қалай түсінесіңдер? Ағай, менің Алматы жақта мен достарым көп. Олардың бәрі сабаққа. Олардың сабақтары 5-ке оқи алады. Тағы да қандай сәттер есіңде достарыңмен? Достық деген не ол сен үшін? Мәңгі достарым. Жарайсың. Ғалия, сен үшін достық деген не? Аминамен қоңырау болғанда кішкене ойнаймын. Жарайсың. Сосын тағы не істейсіңдер достарыңмен? Амина бір суға басайын деп, тайып құлайын деп сатса, мен ұстап қаламын. Ой, жарайсың. Бәрекелді. Келесі. Мектепте қандай пәндер ұнайды? Қандай пәндердің мұғалімдер ұнайды сендерге? Ағай, маған Айдан апай мен Нұршат апай. Ұнайды? Қай жері ұнайды? Не үшін ұнайды? Несімен ұнайды ол кісілер? Қазір айтпасын. Нұршат апай мен Айдан апай қалай? Сабақ беру ұнай ма? Сабақ беру ұнайды. Саған қарым-қатынас ұнай ма? Ұнайды. Бәрі? Маған екі апай. Солтүс апай мен Майгүл апай. Жарайсың. Ол кісілер не үшін ұнайды саған? Ол Солтүс апайдың көзі әдемі, сасы әдемі. Майгүл апайдың сасы әдемі, беті әдемі. Ой, жарайсыңдар. Келесі. Үлкен азамат болғанда өздеріңді кім болам деп ойлайсыңдар? Қандай болам деп елестетесің? Мен армия болам. Аскер. Аскер боласың. Өзің әскер болғың келеді ғой? Неге әскери жолға барғың келеді? Өткені мен қылмыскерлерді ұстаймын. Отанды қорғайсың ғой? Отанды қорғаймын. Жарайды. Мен аспаз. Аспазшы болғың. Яғни бізге тәтті тамақ пісіріп бересің бе? Ай, бәрекелді. Құрметті көрермендер, арнамыз қызықты болса, лүпіл басып, тіркеліп қойсаңыздар болады. Келесі айдарымызда қандай тақырыпты қозғағанды қалайсыздар? Комментарийге пікірлеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Мен міндетті түрде оқып, кері байланыс беремін. Сіздермен бірге болған Ескендір Даниярбекұлы. Сау, саламат болыңыздар.